Ассаляму-алейкум, құрметті бауырлар. Жалпы бұл видео намаз бастай алмай жүрген, ертең намаз бастасам тастап кетем бе, намаз мені тастап кете ме деген сондай бір ойда жүрген адамдарға арналады. Қараңыздар, құрметті бауырлар, жалпы ондай ойлар келіп жататын болса, ол ойды біліңіз, ол шайтаннан. Сізбен біздің анық дұшпанымыз бар. Мәңгілік тозақтық болған ол шайтан. Сол шайтан сізбен бізді өзімен бірге тозаққа ала кеткісі келеді. Ол шайтан Аллах тағаладан қияметке дейін рұқсат сұраған. Мен сенің жолындағыларды тура жолдан тайдырам деді. Ол, қараңыз, шайтан кімді тайдырам деді? Алланың тура жолындағыларды жүрген деді. Ол далада жүрген, күнә жасап жүрген, онсыз да бір бұзылып жүрген адам оған керек емес. Оның жұмысы тура жолда жүрген адамдар, немесе сол тура жолға келе жатқан адамдар. Ол солармен алысады. Ол 24 сағат бойы сізбен бізбен алысуда. Сондықтан да ол сізбен біздің анық дұшпанымыз, одан барынша абай болу керекпіз. Қарсы тұруымыз керек оған. Сондай ойлар келіп жататын болса, қарсы тұрыңыз. Шайтанға жеңілмеңіз. Сізбен біздің күресіміз күнде ол өзіміздің нәпсімізбен және шайтанмен болып жатыр. Жеңілмейік, соны жеңейік, тұрайық, оянайық. Енді қараңыздар, жалпы айтайын дегенім мына мәселе. Шайтан адам баласын алдынан, артынан, оң жағынан және сол жағынан азғырам деген. Сол жақтан келіп азғыру ол түсінікті. Сол жақтан келіп азғыру ол анық бір харам заттарды әдемі етіп көрсетеді, соған шақырады. Анық харам заттар, анық тыйым салынған заттар арқылы. Ал оң жақтан келіп азғыруы ол бір жақсы істерді сен жақсы амал істеп жатсың деп сен азғыру мүмкін. Сен күшті адамсың деп мақтап жібереді. Сен болмасаң бітті, бұл бітпейтін еді деген секілді. Немесе оң жақтан келіп азғыруы оған былай деп айтсақ та болады. Мысалға, біз көп байқаймыз, мешітте отырған кезде бір жамағат Құран оқып отырады, жәрдем сұраған кезде кейде болып қалып жатады, мен Құран оқып жатырмын дейді. Иә, Құран оқу жақсы, бірақ мұсылманның қызметінде болу, немесе біреуге жәрдемдесіп жіберу, мұқтаж болып тұрған адамға жәрдемдесіп жіберу одан да жақсырақ та. Көрдіңіз ғой? Шайтан қалай азғырды? Сен Құран оқып жатсың ғой. Қолың бос емес, Құран оқыпса деп азғыра салды да. Көрдіңіз ғой? Шайтан оң жақтан келіп азғырып жатыр. Сондай амалдар болады. Анау маңызды іс бар, одан да маңызды іс бар ғой. Сол одан да маңызды істі істеткізбейді. Одан сәл төмендеу, сауабы аздау амалмен не істеп қояды, алдандырып қояды екен. Енді арттан келіп азғыруы, сен күнәһарсың, күнәң көп, Алла сені кешірмейді, болды сен дұрыстай алмайсың, болды сен енді жаттай алмайсың деген секілді бір уақытың өтіп кетті деген секілді бір ойлармен шайтан сізбен бізді азғырады. Ал алдынан келіп азғыруы ол болашақ арқылы. Әлі уақыт бар, сосын жасайсың. Ертең қазір намаз бастасаң осылай. Ертең намазды қаза етіп аласың. Намаз сені тастап кетуі мүмкін, сен әлі дайын емессің деген секілді сондай бір сөздер айтады. Міне көрдіңіз бе? Сондықтан да шайтан сізбен бізді азғырып жатыр. Сол намаз оқытпауға. Сіз намаз оқымаған сайын шайтан жеңіп жатыр, ал сіз жеңіліп жатсыз. Сондықтан бұған қарсы тұрайық. Сіздің бойыңызда күш қуат бар шайтанға қарсы тұратын. Шайтан тек қана ой салады. Ертең қияметте де адам баласы маған шайтан сеткізді деп айтқан кезде шайтан не істейді? Жоқ, мен саған бар болғаны ой ғана айттым дейді. Ой ғана салдым дейді. Жасаған өзіңсің дейді. Сондықтан да таңдау істейтін, оны жасайтын өзіміз, шайтанның ойының артынан кетіп қалып жүрмейік. Намаздарымыз Алла тағала қабыл ететін жалпы Құранда аят бар, мынандай керемет аят. Кім Аллаға тәуекел қылған болса, арқа сүйеген болса, кім Аллаға арқа сүйеген болса, Аллах тағала оған жеткілікті дейді. Сондықтан Аллаға арқа сүйеңіз, болды. Одан басқа ешкімнен жәрдем сұрамаңыз, Аллаға арқа сүйеңіз, бисмилля, бастап кетіңіз. Аллах тағала сол кезде сізге жәрдем береді. Алладан асқан жәрдемші жоқ сізге. Сондықтан енді біз жәрдемді қыламыз, намаз арқылы аламыз. Кейбір адамдар намаз бастай алмай жүреді, мен әлі күнә жасап жүрмін, бұл күнәмнен айығып алайын, тазарып алайын deyip. Бірақ ол да шайтанның азғыруынан, жаңа арттан келіп азғырады дедік қой, сондай дәл азғыруынан. Ешкім әлі намазға 100% болып бастап кеткен жоқ. Ол не только жаттау жағынан, рухани тұрғыдан, ертең тастап кетпеймін, тастаймайын ба, әлі күнә жасап жүрмін, күнәдан айыққан жоқпын ғой деп ешкім әлі толық күнәсінен айығып кетіп, тіпті намаз оқып жатқан адамдар да күнә жасап қояды. Бірақ біліңіздер, арасында намаз арсыздықтан, жаман істерден қайтарады, тыяды дейді. Намаз арқылы біз сол жаман істерден
барынша тезірек құтылады екенбіз бауырлар. Сондықтан да қорықпаңыздар, намаз бастаңыздар. Иншалла Аллах тағала ниеттерімізді, намаздарымызды қабыл етсін.